Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 67-ші бөліміне келдік. Яғни бүгінгі бөлімде Евреннің інісі больницаға келеді, ағасын көру үшін және жарақаттарын таңу үшін. Біраз екеуі сөйлеседі, Угормен сөйлесіп, сол жерде тұрады. Және сол кезде Эфсун ханымның үйіне осы Эфсун ханымның тәтесі келеді. Яғни бойы ұзын, ірі денелі, сары келіншек, сары бас десек те болады. Осы Эфсун екеуі киімді пішіп, және осы Эфсунның болашақ құдағайы және құдағилары жөнінде сөйлесіп жатады. Осы Эфсун Бахар деген құдағайы жөнінде қарызға батып қалғанын және зорға жүргенін, ажырасқанын барлығын тепе-теңдік өсек десек те болады, соны айтып, сол жерде екеуі әңгіме айтып тұрады. Сол әңгіме айтып тұрған кезде жаңағы Эфсун ханымның Ипек ханым ғой, аты Ипек. Сол Ипек ханым сол жерде тұрған бір тәтті болады, кішкене жаңғақ сияқты. Сол жаңғақты жеген кезде тамағына тұрып қалып па, немесе аллергия беріп, сол жерде қақалып, сол жерде талып қалады. Эфсун ханым оны дереу больницаға апарады, яғни Бахардың жұмыс жасайтын больницасына апарады. Сол жерде осы Бахар оны емдеп, жаңғағын алып емдеп шығады. Осы жаңағы Ипек ханымға Бахар қатты ұнайды, тіпті мақтап ән айтады. Сол жаңағы Ипек ханымды емдеу барысында қолындағы білезігін, яғни оны Эфсун ханым өзі сыйлаған болатын. Сол білезік өте қымбат, бағалы сыйлық болған. Сол жерде Бахар қолына ұстап, мына шкафтың үстіне қойып қояды. Сол кезде жаңағы жұмыс жасау барысында, яғни емдеу барысында қолы тиіп кетіп, жаңағы білезікті жерге түсіп кетеді. Сол кезде мына беттегі жаңағы Евреннің інісі ұрлап алып кетеді. Одан кейін ұрлап алып кеткеннен кейін сол жерде қалады, яғни Бахар ханымды мақтап, Эфсун ханымға айтады: Эфсун ханым, сен Бахарды жамандап жүредің, сондай жақсы келіншек екен, маған ұнады дейді. Сондай пейілі кең, таптаза әйел сияқты дейді. Одан кейін Ипек ханым нормально болғаннан кейін сол жерде тұрған білезікті іздей бастайды. Мен білезігім қайда дейді. Ол білезікті таппайды. Сөйтіп Эфсун ханымды шақырады. Эфсун ханым бойды айғайлап шақырып, оны деген Бахар алды деп Бахарды шақырып алады. Одан Ипек ханымда: Бахар, сен ғана оны ұстаған, сен оны ұрлап алдың дейді. Сол жерде Бахарды жыны келіп, Ипек ханымға айтады: мен оны бұл жерде камера алды, арты, үсті барлығы камера, мен не үшін аламын? Ешқашан бұл ауруханада ұрлық деген нәрсе болған емес. Сенбесеңіздер камераға барып қараңыздар, мен ешқашан ондай нәрсені алмаймын дейді. Сол жерде Ипек ханым мен жаңағы Эфсун ханым екеуі сол жерде шу шығарып, Бахарға бәле жауып, Эфсун ханымның істеп тұрғаны ғой, барлығы соны сотқа беремін, полиция шақырамын, сенің үстіңнен шағым түсіремін дейді. Сол жерде бара жатқан кезде, яғни полицияге шағымдануға бара жатқан кезде жүгіріп шығады жаңағы Бахар: мені полицияға өтініш бермеңдерші, мен оны шынымен де ұрлаған жоқпын. Егер де сіздер полицияға берсеңіздер, менің үстімнен арыз қозғалады, және арыз қозғалған кезде сот болады. Сот болған кезде мен қызымды әкесі жағы алып қою мүмкін. Сіздер де әйелсіздер ғой, мені бір сәтке түсіңіздерші, өзара шешейік дейді. Сол жерде Ипек ханым Бахарға айтады: сен егер де шынымен де алмайтын болсаң, не үшін қорқып тұрсың дейді. Одан кейін жаңағы Эфсун ханым айтады: Ипек, бір ашуыңды маған берші, мен ақ төлей салайын, осы нені қайтадан саған осы білезікті алып беремін. Бахар ханымның ондай қаражаты жоқ деп әдейі Бахарға қарап намысына тиеді. Сол жерде Бахар жынданып: иә, полицияға барғыларыңыз келсе бара беріңіздер, мен ешқашан ұрлық жасаған жоқпын деп екеуін жібереді. Сол кезде Невра ханым мен Гүлшеше ханым басқа жақта кофе ішіп жатыр екен. Білмеймін, осы түріктер кофеден басқа еш нәрсе ішпейді ау, үнемі кофе ішіп отырады. Сол жерде Гүлшеше ханым баяғы Невра ханымның жігітін көріп қалады басқа әйелмен. Гүлшеше ханым Невра ханымға айтады: артыңа қарама тек, егер де сен артыңа қарасаң барлығын бүлдіресің, сенің баяғы жүрген алдап кеткен жігітіңді мен көріп тұрмын дейді. Сол кезде жынданып Невра ханым: не істейміз деп жындана бастайды. Сол кезде жаңағы Гүлшеше ханым сабырмен: сен үндемей отыра тұр, мен полиция шақырамын дейді. Сол жерде полиция шақырады. Жаңағы жігіті мен басқа әйел екеуі кетіп бара жатқан кезде артынан бұлар да ереді, бірақ полициялар әлі келмеген. Сол кезде екеуі машинаға отырады. Сол кезде жаңағы Гүлшеше ханым мен Невра ханым екеуі дереу барып жаңағы баяғы Невра ханымның жігітінің көлігінің алдына келіп тұра қалады. Сол жерде екеуі айғайлап ұрысып, типа енді андай тоқтатып тұрғандай ғой, уақыт создырып, полиция келем дегенше оларды кетіп қалмау керек. Сондықтан екеуі сол жерде ұрыс шығарады. Сол жерде полиция келеді, барлығын бірге төртеуін де қамауға алып кетеді. Ал больницада қалған шу, барлығы камераны қараймыз деп
камераны Тимур өзі барып қарайды. Сол жерде осы Әбреннің інісінің алғанын көреді. Тимур да дәл сол жерді пайдаланып бастықтарын шақырады, бастықтарына көрсетеді. Ал бастық болса осы Әбренді шақырады да сенің інің ұрлапты деп айтады. Сол жерде осы Әбрен өзінің інісін, ол інісі дереу қашып бара жатады, оны байқап қалады Әбрен. Сонымен дереу оны ұстап алып қайтарып білесіздер дейді. Не үшін оны ұрлап жатсың дейді. Сол кезде айтады, менің енді інісі айтады, інісі деп қуама бір нәрсе, інісі де айтады, сен менің өмірімді түсінбейсің, сенің достарың бар, барлығы бар, менде ешкім жоқ, мен жетімдер үйіндемін, үйінде тұрамын, енді менің өміріме қош келдің, мен енді осындай өмірді сүремін, менің өмірім осындай, енді нан табу үшін мен осындай нәрсе жасауым керек дейді. Типа енді Әбрен де кішкентай кезінде ол да жетімдер үйінде өскен ғой, неге соны ойламайды, не жұмат еді осы бала. Сонымен сөйтіп білезігін алып қояды. Сонымен одан кейінгі нәрсесін көрсетпейді. Сол жерде енді бағанағы Эфсун әдейі Бахарды жаманатты қылып, бірақ Эфсун өзін күйеу баласы мен қызына андай керемет жаны ашитын адам рөлінде ойнайды. Мен жақсымын, Бахарға жаным ашып тұр деген сияқты сөйтіп ойнайды. Бірақ ол Селен мен кім екеуі, Азиз Ораз екеуі анасына, яғни Селеннің анасына сиенді. Бахарға айтып барады, анашым, сен Эфсун ханымды, яғни анамды олай түсінбе, жаман нәрсе ойлап тұрған жоқ, саған жаны ашып тұр дейді. Сол Бахар ашуланады, ол енді шын бейнесін көріп тұр ғой, сондықтан ол Бахарға айтады, жаңағы Азиз Оразға сен ана деп қалыпсың ғой, мен барлығын білемін, сен өзіңнің анаңа бара бер деген сияқты ренжиді. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Бүгін бір-ақ бөлім ғана көрсетілді. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.